Сәлеметсіздер ме, 6 сынып оқушылары? Бүгін біз алгебралық өрнектер бөлімі бойынша жиынтық бағалау есептерін талдайтын боламыз. Бірінші есеп өрнектер, берілген өрнектердің x-тің қандай мәнде мағынасы болатындығын табуымыз керек. Бірінші өрнек бойынша 2x қосу 5. Бұл жерде x кез келген сан. X-тің орнына кез келген санды қоя аламыз. Ал екінші есепте бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек. 5y азайту тең болады 15, y тең болады 3. Яғни бұл жерде y-іміз 3-ке тең болмау керек. Сонда x-тің қандай мәнінде деп тұр? Мына жерде де негізі x болу керек. Мұнда да x болу керек. Мына жердегі барлығында x болу керек. Сонда x-іміз 3-тен өзге санның барлығы деген сөз, тек қана x-іміз 3-ке тең бола алмайды. Екінші есеп өрнекті ықшамдаңыз. Бірінші мен аралас сандардың барлығын бір бөлшекке айналдырып аламын. 15-тен 8 4 2-ге бөлсем 8, 9a азайту 2, 14, 15b азайтамын 30-дан 7, 28, 30 азайту 7, 56, 60. Мұнда a бар, мұнда b бар. Тең болады. 15-тен 8-ді көбейтемін 4-тен 9a-ға, азайтамын 15-тен 8-ді көбейтемін 2-ден 15b-ға, азайтамын 30-дан 7-ні көбейтемін 7-ден 30a-ға, және минус пен минус плюс болып кетеді, плюс 30-дан 7-ні көбейтемін 7-ден 60b-ға. Қысқаратындарды қысқартамын, 4 пен 8 қысқарады, 15 пен 9-ды 3-ке бөліп жіберемін. Сонда 5-тен 6a, 15 пен 15 қысқарады, 2 мен 8 қысқарады, азайту 4b, 30 пен 30, 7 мен 7 қысқарады, азайту a, қосу 2b тең болады. 5-тен 6a азайту a азайту минус 2b қосу 2b бізде 2b-ны береді. Так, мұнда 5-тен беретін болсам 5, 6a-дан 5 аламын, 5-тен 1a азайту 2b. Мінекей өрнекті ықшамдадық. Үшінші есеп теңсіздікті дәлелдеңіз. Бірінші мен жақшаларды ашып аламын. 3x-ті 0,6-ға көбейтемін, минус 7-ден 0,6-ға көбейтемін. 3-ті 0,6-ға көбейтемін, 1,8x азайту 7, 6, 42, бір орын тұра айырамыз, 4,2. 0,8-ді 4x-ға көбейтемін, 0,8-ді минус 5-ке көбейтемін. Минус 3,2x, минус плюс 4, яғни 8, 5-ім 40, бір орын тұра айырамын, 4 болады. Так, жақшаны ашамын, плюс 1,7, плюс 1,4x тең болады 1,5. 1,8x-қа 1,4x қосамын, 3,2x азайту 4,2, минус 4,2 плюс 4 менде 0,2 болады, азайту 3,2x қосу 1,7 тең болады 1,5. 3,2x минус 3,2x 0 болып кетеді. 1,7-ден 0,2-ні азайтамын, 1,5 шығады. Теңдік дәлелденді. Төртінші есеп, екі айлақтың арасына теплоход өзен ағысымен 3 сағат, ағысқа қарсы 5 сағат жүзеді. Теплоходтың меншікті жылдамдығы v км сағат, ал ағыстың жылдамдығы x км сағат. Келесі шарттар бойынша өрнек құрастырыңыз. Ағыспен және ағысқа қарсы жүзгендегі теплоходтың жылдамдығы. Егер теплоход ағыс
ағысқа қарсы жүзетін болса, теплоходтың жылдамдығынан ағыстың жылдамдығын азайтамыз, ал ағыспен жүзген болса, онда қосатын боламыз. Бірінші ағыспен, яғни теплоходтың жылдамдығы, оған қосамын ағыстың жылдамдығын. Келесі, ағысқа қарсы жүзген кезде теплоходтың жылдамдығынан ағыстың жылдамдығын алып тастаймын. Яғни екеуі де жылдамдық километр сағат. Келесі, ағыс бойымен жүзгендегі жол. Ағыс бойымен 3 сағат жүзген болса, В қосу X-ті көбейтемін 3-ке. Яғни бұл километр. Ағысқа қарсы жүзгендегі жол 5 сағат болса, 5-ті көбейтемін В азайту X-қа. Д барлық жүзген жол. Барлық жүзген жолды табу үшін осы екеуін қосамыз. Яғни ағыс бойымен 3 сағат жүзді және ағысқа қарсы 5 сағат жүзді. Қазір біз осы формуланы қолданатын боламыз. Келесі, яғни мына Д пункттегі өрнекті қолданып есептеңіз дейді. Теплоходтың жылдамдығы 30 км сағат, ағыстың жылдамдығы 6 км сағат. S тең болады 3-ті көбейтемін 30 қосу 6-ға, қосамын 5-ті көбейтемін 30 азайту 6-ға. Тең болады 3-ті көбейтемін 36-ға, қосамын 5-ті көбейтемін 24-ке. Тең болады 36-ны 3-ке көбейтеміз 8, бір ойда 108. 108-ге қосамыз 24-ті 5-ке көбейтеміз 0,2 ойда 120. 228. Барлық жүрген жол 228 километр.